Қайырлы күн достар, менің ПП рецептер каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте күшті рецептпен бөліскім келіп тұр. Бұл ПП сметаниктің рецептісі. Осы рецептпен бір дайындап көрсеңіздер, әрі қарай үнемі дайындайтын боласыздар. Өте жұмсақ, дәмі ауызда ерейтіндей болып шығады. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлық ингредиенттер описаниеда жазылған, ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен жұмсақ сүзбеге жұмыртқа және 2 ас қасық қаймақ қосып араластырамыз. Бұл жерде біз творог брикетте пайдаланамыз, бірақ егер кәдімгі күнделікті сүзбені қолдансаңыз, онда блендермен езіп алуды ұмытпаңыз. Және де ескеретін жайт ол сүзбенің аз процентті болуы. Осылай видеодағыдай жақсылап араластырамыз. Разрыхлитель және де ванильді құмшекер қосып, тағы да араластырамыз. Соңында диеталық ұн қосамыз. Менде жүгері ұны, жүгері ұнның орнына күріш ұнын пайдалануға болады. Осылай видеодағыдай жақсылап араластырамыз және де қолмен тесто жасаймыз. Бұл тесто сондай жұмсақ, эластичный болуы қажет. Формамызды алдын ала пергамент қағазымен төсеп аламыз. Менде диаметрі 18 сантиметрлік форма. Дайындаған тестімізді енді формаға салып, асықпай біркелкі етіп жаямыз. Және де жанынан әдемі қылып бортиктар жасаймыз. Жасаған бортиктарымыз қазір піскен кезде жабысып қалмас үшін форманы алдын ала сары маймен майлап алыңыздар. Және бір ескеретіні бортиктарды неғұрлым биік қылып жасаңыз. Сол кезде құйған салмаңыз, ол піскен кезде сыртына ағып кетпейді. Енді бетіне құятын салмамызды дайындаймыз. Мен ол үшін 15% қаймақты пайдаландым. 20% қаймақты да пайдалануға болады. Бір жұмыртқа, ванильді құмшекер қосып, барлығын араластырамыз. Және кішкене қоюландыру үшін 2 ас қасық кукурузный крахмал қосамыз. Барлығын жақсылап араластырдық, құятын салмамыз дайын болды. Тестоның бетіне дайындаған салмамызды құямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіреміз. Бұл пирогты пісірген кезде ескеретін жайт, бұл сметаникті духовкадан алғаннан кейін оны кем дегенде 3-4 сағаттай суыту қажет. Яғни ол 1-2 сағат суығаннан кейін тіпті оны 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қойсаңыз болады. Бетіндегі қаймағы әбден қатуы қажет. Сол кезде формадан алған кезде де ол қаймағы ағып кетпейді, қатып әдемі болып тұрады. Мінеке осындай ПП сметаниктің рецептісімен сіздермен бөлістім. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Өте жұмсақ, дәмі ауызда ерейтіндей өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыруды және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұйырса алда әлі де талай ПП рецептер болады. Сондықтан каналыма тіркеліп қойыңыздар. Және де инста парақшама да тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын!